Қазір регистрацияны бастаймыз. Енді сіз регистрацияны жазыңыз. Фамилиямыз? Да, местный житель деген айтып. Да, жазыңыз. Не, сіз өзіңіз жазыңыз. Да, аты жөніңіз екі мысалы. Ойбай жаным. Мында тұрасыз, да? Тұрғын Конечно, конечно, конечно. Сосын сіз қазір. Иә. Жаппасы шаш қалың 22 жасқа келген. Секіріп туған кезде керек. Айтпа. Ақбақай тұрғыны деп па? Уағалейкумассалам, болатынын білсеңіз айтсаң. Анандайдан ұрыстарымызбен ешқандай ұрыспаймыз. Бізге просто, бізге барғаннан жол деген масқара болды. Біз деген әнеугіні алдында кішкене нормальный ет, мынау вообще болмай кетті. Уже азанда кетіп баратқанда Мирныйға дейін 3,5 сағат жүреміз. Қайта груженный келеміз. Вообще 5 сағат, 6 сағат түнгі 11 болып 12-1-ге келеміз. Сағат 3-те шығып бадым дейді. Мен мысалы, үлкен машинамен, мысалы, жіппен келгеннің өзінде бұрын 1,5 сағатта жетті. Қазір 2 сағаттан артық жүрміз. Оны да біліп отырмын. Маған мен шынымды айтсам өзіме де керек. Жоқ, не то, что просто мынау жолдың бәрін мен шығарып тастадым. Действительно мен шығардым. Мына біреу немене кразба деп біреу қамыспа шима не білемін. 80 тонналық деген масқара ғой ол деген. Жаңа ағаларға түсіндіріп айтсын. Ол период, біздің период, олармен соттасып. Кеше Весовойдан, кеше емес осыдан 2 апта бұрын Весовойдан бүкіл бестарын әкеп, қанша бесін әкеп, сотқа берген. Сосын жаңа кеше алтын алмастықпен мен сөзім өтпейді, алтын алмастық. Екі погрузчикпен оны тұра алмайды. Шығарып берсе, сосын жамбыл цементтің цемент еріп, ремонттасақ па деген. Кім сондай болса бәрі жеткізді болады еді. Енді мысалы, күздігіні бірінші істегенде өтпеде. Бізде енді лавовой деген қымбат қой, білесіңдер ғой, қанша қатын. Уже 2 не түсті. Ана өтті, шарт еткізіп ұрып кетті. Оның бәрін мысалы, кеше 2 орында 45-ші шақырымда суаға қойды. Суағардың астын қойып кетті. Иә. Оның да мысалы жігіттерді ручной тасқызды. Астында 2 жағы скрывать етті болмайды ол. Ол ертең бірінші суға шейін, бірінші суда ағып кетеді. Жол кетеді. Оның 30-дан көшірген дейін жол жақсы етіп. Қазір 30-дан бері қарай жол жоқ болып кету почта аспасын дегенсі. 25 тоннадан асықпау керек. Олар енді че, объем болады. Доғырда бәрі не алған, енді олар тоқтатты. Сөзім үшін керек. Но енді мен айтпаймын, бұзылатын жол бұлды. Мен не істесек осы дегенде ондай не жоқ. Тек шопырын екеуінде де біз не істейміз, бізге осы жетіп берсін. Мен айтамын, сен техникаға дайсың, мына жол дайсың. Вообще, қазір көктем уақытта хотя бы тұра тұрсың жерге кетесің. Халық көздерді ғой, жердің бәрі езіп тұрған. Иә. Ой, ол вообще күшті болады. Олар кетесіңдер. Мен де мысалы көркеттерімді өшірді. Мен шынымды айтайын, өте көп кен тамақтылары жұмыс істеді. Шығыс Қазақстанда өте көп адамдар. Қазір ол көрсі кетті. Қазір тіркеу болады, сосын қысына саламыз. Пока просто мен вообще негізі ойда болып жүрген мәселе осы жерде төңірек мысалы осыдан 2 жыл бұрында анау қазіргі шаман келгенше алу. Шаман келгенше безендіргін шаман келгенше мысалы аз қамтылған отбасыларына праздник сайын 8 март болсын, наурыз болсын көмектерін осы жол бойында істеп отқан. Жалғыз Хантауған емес, гранитчиктердің бар, ар жағында да бар, шолпанында да мысалы. Ағалар, бұны шатыстырмыз. Бұл, мен айтып отырған, бұл жиналыс, ол өтетін жиналыс, экологический службы, завод салат, соған. Енді оны
басында енді бізде бүкіл жерде солай ғой. Бір проекттен бір проектқа шейін іске асыру үшін 3-4 жыл өтіп кетеді оның мысалы. Блин, осындай проект. Ну, надо самого надо было притащить и все. Ну давай теперь так, нас это... Оны несі жазсаңыз, пожалуйста, в любой момент списогын акиматтан берген, мен қазір нақты мынандай фамилиямен деп айта алмаймын. Ну, расын бар деп айтамын. Осы жерде 15 күні бақыға келді, ол жігіт просто очақта кәкелмен шерекпен айтыңызшы, күніне 2 рет жарайсың. Сосын қоздырап ана жер тазылау, мына жер тазылау, ана жерде енді оған келіспеймін, мен жұмыс істемеймін, трубка көтермеймін. Gaz alalım. Sizler de söyledi. Ben okumadım kariyerime. 15 kısmı. Razaramış, razaramış. Fakat. Менің есімім Қуанышбаев Амантай Бейбітұлы. Мен осы Ақпарат әкім аппаратының бас маманы. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы боламын. Осы қоғамдық тыңдаулардың қатысып отырған адам 20-дан тіркелген, оның 15 ауыл тұрғындары. Біз жобаны талқылауға бөлінген қоғамдық тыңдаулар регламентін бекітеміз. Сіз өзіңіздің сұрақтарыңыз, ескертулеріңіз және де ұсыныстарыңыз регламент бойынша қатаң түрде қоя аласыз. Қоғамдық тыңдауларды аяқталғаннан кейін келіп түскен ескертулер мен ұсыныстар қабылданбайды. Бүгінгі 2020 жылдың 8 чаймау технологиясы бойынша құрамында алтыны бар кендерді жылына 300 мың тонна өңдеуге арналған қалдық қоймасымен бірге фабриканы салу жұмысы жобасы әсер етуге экологиялық рұқсат алу материалдар бойынша талқыланатын болады. Қоғам тыңдауларға ашық деп жариялаймын. Қоғам тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес хатшы сайлау қажет. Хатшы қоғам тыңдаулардың хаттамасы сапалы жасалуына жауапты болады. Оған қол қояды. Сондай-ақ 2 жұмыс күн ішінде бірыңғай экологиялық порталға жүктелген қамтамасыз етеді. Сайланған хатшы қоғам тыңдаулар хаттамасын қоғам тыңдаулар өткізу қағидаларының 27-28 тармақтарында белгіленген мерзімдерге дайындамаған жағдайда хаттаманы қоршаған ортаны қорғау саласында жергілікті атқару органының өкілі дайындайтын және қол қояды. Ашық дауыс беру арқылы қоғам тыңдаулардың хатшысы сайлауды ұсынамын. Хатшы Рамазанова Алия. Келісем дегендеріңіз қол көтерді сұраймын. Кімде? Міндетті қоғам тыңдауға хатшысы сөз сөйлеу үшін 15 минут. Баяндаманы талқылауға 10 минут. Баяндама бойынша қоғам тыңдаулар хатшыларының ескертулері мен ұсыныстарын тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғам тыңдаулар хатшыларының ескертулері мен ұсыныстарға жауап береді 15 минут. Қоғам тыңдауларды қорытындылау 5 минут. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Кімде қарсылық бар? Қарсылар бүгінгі осы қоғам тыңдауда баяндамашыға сөз береміз. Что-то дауыс жоқ, презентация бастап қойдыңыздар ма? Жоқ. Қосылды ма енді дауысы? Докладты айтып жатырсыздар ма? Жоқ. Бастамасы. Қазір доклад көрсеткен. Расскажи. Аққағай ауылы, Мойыншын ауданы, Жамбыл ауданы, шаймалдау технологиясы бойынша құрамында алтыны бар кендерді жылына 300 мың тонна өндіруге арналған қалдық қоймасымен бірге фабриканы салу жұмыстарының жобасын әсер етуге экологиялық рұқсат алу материалдары бойынша тыңдауды ашық етті. Қалдық қоймасы бар фабрика құрылыс алаңы салу үшін жер учаскесінің шегінде ауданы 16,2 мың жерді гектар және қалдық қоймасы үшін жер учаскесі ауданы 20,3437 гектар
орналасатын болады. Әкімшілік жағынан құрылыс алаңы Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында Ақбақай кентінен солтүстіктен батысқа қарай 15 км жерде, аудан аймағынан солтүстіктен шығысқа қарай 105 км жерде орналасқан. Мойынқұм кентінің орталығы. Қияқты темір жол станциясынан дейінгі арақашықтық 125 км құрайды. Объектінің басқа құрылыс орнын таңдау мүмкіндігі жоқ, өйткені учаскенің шекарасын анықтау кезінде жер учаскелерінің болуы, алтын кен орындарының жақын орналасуы және олардың шекараларын дамыту перспективасы, қосалқы объектілер мен инфрақұрылым объектілерінің болуы ескертілген. Дория қорытпамасының тауарлық өнімін өндіру үшін шикізат оператордық меншікті орталығының және басқа кен орындарының құрамында алтыны бар тотыққан баланстық кендер болып табылады. Алтын өндіру фабрикасы Қантау Минералс жауапкершілігі шектелген серіктес бөлімшесі болып табылады. Құрылыс алаңының орналасу картасы бұл схемада көрсетілген. Фотоны көрсетеміз. Әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін ұсынылған материалдардың құрамында жобалық құжаттамаға қоршаған ортаны қорғау бөлімі, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2026 жылға арналған іс-шаралар жоспары, жобалық құжаттамаға қоршаған ортаны қорғау бөліміне және құрылыс жобасының іске асыру кезеңі 6 ай 2026 жылдың іші. Құрылыс учаскесі елді мекендерден тыс, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік орман қоры жерлерінің ауыз су сапасындағы жер асты сулары, кен орындарының шекарасынан тыс, су қорғау аймақтары мен су объектілері белдеулерінің шекараларынан тыс орналасқан. Сәулет және мәдени мұра ескерткіштері Сібір жарасынан жерлеу орындары жобаланған аумақтарда жоқ. Рұқсат етілген шаралардың нормативтік жобасы былай болады. Қантау Минералс жауапкершілігі шектелген серіктес кәсіпорынның құрылыс қызметінің атмосфералық ауаның жай күйіне әсерін азайту үшін мынадай шаралар көзделеді. Аумақтың шаңын басу, шығындыларды азайту және ірі учаскелердің бір мезгілде жұмысын азайту үшін жұмыстарды мұқият реттеу, құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфераның ластану көздері құрылыс техникасының қозғалғыштарына, жер және тиеу түсіру жұмыстары кезінде дәнекерлеу бекеттерінің жұмысы кезінде ұйымдастырылмаған шығындылар болып табылады. Атмосфераны ластайтын негізгі заттар құрылыс техникасы қозғалтқыштарының жұмысы кезінде бөлінетін заттар. Сондай-ақ олардың қозғалысы кезінде, жер жұмыстарын жүргізу кезінде пайда болатын шаң, инертті материалды себу кезінде шаң, дәнекерлеу аэрозолының құрамындағы газдар болады. Құрылыс монтаж жөндеу кезінде атмосфераға зиянданған 12 көзі көздестірілген. Объектінің құрылыс монтаж жөндеу кезіндегі ластаушы заттардың шығындылары 164,452 тонна жылжымалы көздері еске алынған. 159,209 тонна жылжымалы көздері есепке алынған. Экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша пайдалану кезіндегі көрсеткіштердің атауы. Стационарлық шығындылар көздерінің саны 12. Мониторинг есептеу әдісімен жүзеге асырылған көздердің саны 12. Құрылыс алаңының әсер ету аймағының шекарасында биорганикалық шаң бойынша бақылау тосқыны бір рет экология тарапынан жүргізіледі. Қалдықтарды басқару бағдарламасы құрылыс монтаж жұмыстары кезінде қалдықтардың жалпы шекті көлемі 65,559 мың тонна жылына. Оның ішінде қауіптілері 4,816 мың тонна. Мына қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды списокте көрсетілген. Барлығын өзіңіздердің қолдарыңызға береміз. Барлығыңыздың назарыңызға рахмет, тыңдағандарыңыз үшін. Осы баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Мынау қауіпсіздік жағынан неден болса, оның еще әлі
Так, август дедіңіздер ме сіздер? Қай талғатқа жүргеніз, экологиядан? Так, геологиялық статус қай жерден алайын деп жатсыздар мұнда? Қай месторождениеден? Бізде анда-санда өзі бар ғой. Өзі бар, иә? Сосын бізде участок бар на Маңарал жағында. Қай жақта? Маңарал жағында. Маңарал 80 километр жерде. Сол жерде бар. Сосын осы жердегі әлі зерттелмеген дәл қасымызда Березит деген участок бар. Көкпардан былтыр зерттелік әлі болмады, но 5 участок бар әлі зерттелмеген. Олардың бәрі құжаттардың бәрі геологический разведка бұрғыланып кетті, енді результаттарын күтіп отыр геологтар. Егер запастардың бәрін санап, біз ГКЗ Государственный комитет запасов оған отырғызсақ, одан кейін лицензия, қазбалау жұмыстарына лицензия алуға рұқсаттама аламызға деген ойымыз отыр. Әлі толық шешілген жоқ, бірақ халықпен кездесу жүргізіп жатсыздар, иә? Алдын ала болашаққа. Алдын ала болашаққа. Сіздердің жоспарларыңыз бойынша, компанияның жоспары бойынша қанша жылға тау көші жүргізбекшісіздер? Енді қанша жыл болғанда минимальный 7-8 жылдан бастап, Ары кете береді. Ал соғын деп отқандарыңыз хвостохранилище. Хвостохранилище заводпен қоса. Қоса, иә. Ол кейбір өзі жоқ. Жаңа қанша гектар деді? Біз оның бәрі горный округтың ішінде. Ол желімдердің бәрін біз ана жолы акиматпен рәсімдеп. 16-да 2 гектар. Түсініп отырмын, сіздің жаңағы хвостохранилище деп отырсыз. Хвостохранилище ол енді халықтар болғаннан кейін мынау Мирныйдан бұрылып келе жатқанда ескі Мирныйдың атолдарын көрдіңіздер? Сыртының бәрі қоршалып, жасыл шөппен жабылған. Негізі болашақта рекультивация тура сондай болып жабылады. Бүгінгі күнде ол жерде салынайын деп жатқан біздің жоспарымыз бойынша, проект бойынша цех обеззараживания, то есть залалсыздандыру цехі тек қана ұнтақталған топырақтан. Ұнтақталған топырақ ол шашылмас үшін біз оны әрдайым пока емкостьті толтырмай біз үстін сумен жауып отырамыз. Ол судың бәрін біз ана жолы жердің астынан қаздық. Ол ішуге келмейтін су. Бұл жер тұщы су табу қиын екен ғой. Тұзды су, но бірақ оның бәрін тоже акиматтан рәсімдеп жаңағы скважинамыздың суымен соны араша кетіп ол пленка жасап отырамыз. Ол өйткені шаң болып кетеді да. Сол. И ең соңғыра ол хвостохранилище жапқаннан кейін рекультивация жасалады. Оның бәрін салды. Осы жер асты суына бермейсіздер, неде жойып? Геомембрана, иә, геомембрананың енді мақтанған емес, қазірдің өзінде біз айына 2 рет арықтар бар, арықтардан су алып отырамыз. Нарықтарыңыздың малдарыңыз көбісі мал ұстайды ғой, біздің жақта жайлы андай сайын су ақа, оған енді оның бәрін біліп отырмын. Ол суды өзімізде ішеміз. Жаңағы алып отырған суды біз фильтр қойып, опреснитель қойып, сол жерден өзіміз ішеміз. Жаңағы облыстық әкім олар білмейді біз оны өзімізде ішеміз, фильтрация қойғанбыз. Негізі бақылау постоянно жасап отыр. Сосын жаңағы хвостохранилищенің жан-жағынан 11 скважина қазылды. Ол 11 скважина не үшін қазылды? Ол аварийный скважина дейді. Егер қандай да бір жағдайлармен, жаңағы мысалы ол зат кетіп қалып, басқа бір тұз кетіп қалып, не кетіп қалып, ол по-любому скважинаға түседі. И әр мысалы оның өзінің нелері бар, замерлері қазір дәл есімде жоқ, 10 күн сайын ба уақытысына білмейді, су алынып отырады. Біз оны пробаға тоже гидровелка тексеру. Сондай нелер іс-шаралар жасадық.
Так, дальше. Биылға мен ойлаған 1000 түпті еген бәле. Оған қауқар жетпей қалды. Біз маңайға биылға 100 түп Павловня деген ағаш, 300 түп қарағаш. Енді біздің құм болғаннан кейін жер эрозия почваларынан сақтайды ғой. Енді жоспарымызда мысалы күзге қалдырып отыр, өйткені биыл үлгермейміз. Секеулер тұсымдарында мына төңіректегі шаңды бәрі тоқтатқан болды. Байқасаңыздар, мысалы осыдан 7 жыл бұрын, 8 жыл бұрын біраз культивация жасалып, мына мирныйдың тияқтың мост астын байқадыңыздар, қазір қалап келеді. Қалай күшті болып келеді. Тура сондай қылып, әрмен қарай мысалы құм, біздің енді әрмен қарай құмға қараймыз ғой. Мына запад жағы бізде ол да құм. Байғара қауыл маңайы мысалы, ол жердің жері тұна болды. Ол жақ қозғырмай ақ болды. Мына шөлейт жерлердің жан жақтан бәрін көк алдандырған негізі. Ол бізге бір жақсы мына топырағымыз шағын ұстаймыз. Өзімізді енді сол жерде өмір сүріп жатырмыз мысалы. Мен өмірімнің тең жартысын осы жұмысты өткізіп жатырмын. Дүйсенбі күні келемін, жұма күні қайтамын. Аптасына айына 20 күн осында болады. Сол үшін жұмыскерлерімізді ол жердің су не болып жатқанын микроклимат создавать ету керек, удобство создавать ету керек, көк алдандыру. Егер жаңа жоспарларымыз болса, ближайший 10 жылға дейін жоспарлап отқан алға қойған мақсаттарымыз үшін енді ол жерде адам саны көбейеді. Завод сол остальные жазған су мәселесі, суды қайттан татып алуға болыстыр. Суды жер астынан қарап, бақа қай жерден су тартып? Ар жақта бұлақтар ертең тартылып кетіп, малдың бәрі. Сіздердің Байғарадағы жалғыз бұлақтарыңыз ба? Иә. Одан біз тоже алып отырамыз. Оны үйттен алмаса су тұрып қалады. Оны постоянно көз жауып қалады. Оны постоянно алғызып отырмыз. Но бірақ ол жақтан енді аптасына бір рет па 2 рет алып, көбінесе біз жаңағы скважинадан суын ішеміз. Ол суларыңыз сіздердің әртүрлі деңгей бар ғой. Біз алып отқанымыз ащы су, олардың приток аз. Одан өтіп кеткенбіз біз 80 метр ма сондай жерден алып. Ол технологический су. Технологическийді біз өзімізге фильтровать етіп, целый станция қойып, содан ауыз су шығарып отыр. Оны өзіміз қолданамыз. Сол айтып су көп қолданылғандықтан жер асты су төмен түсіп. Бұл жерде зауытта мен сізге айтайын, мынау қардың суы жиналды бізде біраз. Аққан соны су не қылады, оған тек қана подпитка, ауаға ұшқан суды ғана подпитка скважинадан беріп отырады. Шахта жиналған суымызды беріп отырады. Қалғанын бәрі оборотный су. Өзімен өзі, мысалы, машина радиаторын қандай су айналып отырады, тура сонда енді техника хабарыңыз бар екен ғой. Тем более айналып отырған оборотный суды ғана пайдаланамыз. Әйтпесе ондай мынандай фабрикаға балқаштан ғана су тарту керек шығар. Жаңағы сұрақтарыңыз. Жаңағы Атагүл Нұржан. Нұржан. менің жерлесім екенсің, менің әкемді сояқты. Бірақ енді мынау күршім бар ғой. Иә. Күршімде өстіп жаңағы ойбай озық технология істейміз деп халық қарсы тұрса болмады ғой. Озық Нышанбаев деген озық технология дейді. Сен білесің бе? Бізде директор болған Аусабаев жүрсіз ба? Иә. Сол бәрін озық технологиясы істеді ғой. Бәрі бітшін шығарды ғой. Суында бітшін шығарды, бәрі бітшін болып кетті ғой. Күршім. Сол сияқты ойлау бізде. Технологиясы басқаша. Ол кісілер кучерлер үстінен ағаш еттеді. Ана жерде кучера жиналмайды. Талдың ішінде ғана жүреді. Шаңдардың ішінде бізде ондай жүрмейді. Бізде заводтың ішінде ғана айналып отырады. Милициямен чаңның ішінде ғана. Ол еще ауқымды жер керек қой оларға. Шабелдер мысалы бір не қандай 400 мың тоннаны бір салады олар. Бізге ондай технология келмейді. Біз жылына, оларда жылына миллионға дейін болады. Енді автономаста, білмеймін, оларда кучада неде бар ғой, шахтада, неде, фабрикада. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Мына жиналысты туралы арнайы жиналысты жалғастыра беруіміз бар. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Қазір сіздер добыча жасап жатсыздар ма? Қазір добыча жасап жатқан жоқпыз. Қазіргі
жасалып жатқан нәрсе тек қана бұрғылау, геологический, біз енді көріп соны рудан әкелдік. Аздан әкелдік, тасымалдау ғана оны жинап, пока дробить етіп қоямыз, и мына запускте осы құдай қаласа осы жаз айында біз береміз деп отырмыз. Зауыттың құрылысын қашан бітірмек жоспарларыңыз? 6 ай біз көлемде біраз шаруалар бар әлі. 6 айдың бір жылына салып айтқан. Иә. Оның мына экологический расширение алу бар, оны фронт эксплуатация бар, ол ең қиын сол бар. Ертең білесіздер ғой. Ай сайын мысалы жарты жылда бір рет нормалар өзгеріп отыр ғой. Ол экологический рұқсат алу. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? құрметті ауыл тұрғындары, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Жұмысқа әлде аламыз? Қазір маған жолайды сосын жалғыз. Басқа да сұрақтарыңыз бізге енді жаңа жол жөнделсе ол ең кереметі, біздің ең самый ауыр неміз. келіп түскен барлық сұрақтарға жауаптар мен ескертулер мен ұсыныстар алынып хаттамада көрсететін болады. Тыңдаулар хаттамасы жасалынады, қол қойылады және экологиялық порталға енгізіледі. Қоғам тыңдаулар өткізу қағидаларының 23 тармағына ескере отырып қоғамдық тыңдауларды өтті деп есептеледі және жабық деп жариялаймыз.